Саламатсызба көрермен, қауынның қандай пайдасы бар? Бүгінгі видеом осы тақырыпта болады. Ал келесі видеомда шаштың ағаруын тежеуге арналған ем жөнінде айтылады. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Қауын жасұныққа бай, сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Қауынның құрамында фолат, К дәрумені және магний бар. Олар сүйектің саулығы үшін аса маңызды. Қауынның құрамында калий көп болғандықтан ол қан қысымын төмендетеді. Қауын су және электролиттерге бай. Өз кезегінде олар организмдегі сұйықтықтың теңгерімі үшін пайдалы. Қауында коллагеннің бөлінуіне әсер ететін және теріңізді күн сәулесінен қорғайтын С дәрумені бар. Сонымен қатар аскорбин қышқылы иммунитетті нығайтады. Қауында лютеин және зеаксантин деп аталатын антиоксиданттар бар. Олар көздің саулығын сақтап, көздің көруін жақсартады. Қауынның құрамында темір, калий, кальций, магний, В, С және А топтарының дәрумендері көп. Солардың әсерінен қауын ісіктердің пайда болуының алдын алып, жүрек қан тамырлар жүйесі аурулары мен диабеттің алдын алатын құрал болып табылады. Сонымен қатар қандағы холестерин мөлшерін төмендетіп, атеросклероздың дамуының алдын алып, орталық жүйке жүйесін тыныштандырады. Қауынның денсаулыққа да зияны бар екен. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды. Себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш-ішек жарасынан зардап шегетіндерге де қауын зиян. Сондай-ақ ішек бұзылуында да қауынды көп жемеген абзал. Егер бүйрегіңіз бен өт қабының саулығына диагностикалық тұрғыдан көз жеткізбесеңіз, аталған ағзаларыңызда құм немесе тастың бар жоғын білмеуіңіз мүмкін. Мұндай жағдайда қауынды көп жеу кері әсер етіп, отаға жеткізуі мүмкін. Қауынның құрамында жасұнықтың көптігіне байланысты ол ауыр өнім болып табылады. Егер қауынды ішімдікпен араластырса, іш өтетіні анық. Сондықтан қауын жеген кезде суық су, әсіресе қышқыл сүт, айран ішуге және йогурт жеуге болмайды. Қауын тұқымдары теріні жасартуға арналған тамаша косметикалық өнім болып табылады. Мұны істеу үшін кофе тартқышта бір ас қасық тұқымды ұнтақтап, бір стақан қайнаған су құяды. Алынған қоспаны баяу отта 3-5 минут қайнату керек. Қоспа салқындағаннан кейін оны сүзгіден өткізу керек. Мұндай қайнатпамен бетті үнемі сүрту бет терісін жақсартуға көмектеседі. Қауынның құнарлығы және қалай дұрыс жеу керек. 100 грамм қауында 34 килокалория бар. Қауынды негізгі астардың арасында, яғни астан 2 сағат бұрын және 2 сағат кейін жеген жөн. Керісінше жағдайда асқазанда ауырлық сезімі пайда болады. Сонымен қатар бір күнде 300 граммнан артық қауын жемеген жөн. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды сақтаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.